Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз өте аяққа жылы следик тоқып үйренеміз. Бұл следиктің размері 36-37 размерге келеді. Бұл екі қос қабаттап тоқылған жібім. Менің 200 мынаның біреуі 100 граммға 200 метр. Мен қос қабаттап тоқыдым. Сонда өте қалың следик шықты. Егерде сіздер бір қабатпен ғана тоқысаңыздар следикті, онда жұқа следик шығады. Міне мына сияқты жұқа следик шығады. Бұл да өте тоқылуы оңай. Бұны да келесі сабақтарда көрсетемін қалай тоқылатынын. Бұл следикті мен мына сияқты спицамен тоқыдым. Спицамның размері, номері менде 3,75. 3,5 алуларыңызға да болады. 3,5. Менің спицам 3,75. Бұл следикті қараңыздар. Біз мына жерден бастаймыз тоқығанда. Ортаңғы бір петлямен екі жағына накид арқылы көбейтеміз. Одан кейін табанға келеміз де, табанды тоқимыз. Келесі табанды көтеріп аяқталады следигіміз. Өте оңай. Бір жарты сағаттың ішінде бір следик тоқып тастауларыңызға болады. Енді ол қалай тоқылады көрсетейін сіздерге. Спицамызға 29 петля аламыз. Сіздер қараңыздар, егер үлкен размерге тоқысаңыздар, онда осы 29 петляны аласыздар. Тек мына көбейткенде ұзынырақ тоқисыздар. Енді оны қазір көрсетеме. Мына бастаған кезде барлық размерге, үлкен размерге бастасаңызда осы 29 петляны алыңыздар. 29 петлямызды бірінші алып алайық. Менің осы каналымда спицаға қалай жіпті тереміз, қалай оң, қалай теріс тоқылады, барлық сабақтар бар. Сондықтан мен именно спицаға қалай бастайтынымызды көрсетпей қояйын. Оны уже менің каналымнан қарап көресіздер. Спицамызға 29 петлямызды дізіп алайық. 29 петлямызды спицамызға дізіп алдық. Енді ары қарай біріншісін тоқымай іліп аламыз. Ары қарай бір оң, бір теріс. Оң, теріс. Оң, теріс. Осылай бір оң, бір теріс деп 3 қатар жүміне. Көбейтпей 3 қатар жүмін. 3 қатарымызды тоқып болдық. Енді 4-ші қатарда 29 петляны 2-ге бөліп алайық. Ортасында бір петля қалады. Екі жағына 14-14 петлядан қалдырамыз.
Қараңыздар, 14 петляны тоқып алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Енді мына ортадағы 10 петля осылай аяғына дейін, міне 10 петлямыз міне тұр, және ортадағы 10 петлямыз. Енді осының екі жағына көбейту арқылы осындай екі жаққа бітіп ашылатын болады. Міне ортадағы, мына жақта 14 петлямыз тұр. Міне 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Енді ортадағы петляның екі жағына накид аламыз. Бұлай алсаңыз да болады, бұлай алсаңыз да болады. Өзіңізге қалай удобно, солай аласыздар. Оңымызды тоқимыз. Екі жағына накид. Арғарай узор бойынша тоқимыз. Теріс болса теріс, оң болса оң. Осылай өзімізге керекті ұзындықты тоқимыз арғарай. Екі жағынан осылай көбейтіп отырсаңыздар, уже следиктеріңіз үлкейе береді. Так, қараңыздар. Жәнегі көбейткен жеріме келіп алайын. Міне көбейткен жеріме келдім, Міне мынау ортадағы жәнегі оңым теріс болып тұр. Екі жанда көбейткенім. Сияқты ашылып тұрса, үлкен тесік болып тұр ғой. Сонда следигіміз әдемі көрінеді. Осылай үлкен болып ашылып тұру үшін біз узор бойынша міне оң, значит біз теріс тоқуымыз керек. Мынаны бұлай үлкен болып ашылу үшін бұлай аламыз. Көрдіңіздер ме? Сонда үлкен болып ашылды. Енді петлямыз теріс қарап тұр, ортадағымыз. Оны теріс тоқимыз. Бұның кешіріңіздер. Тағы да накид. Міне ортадан тағы да накид жасаймыз. Тағы да накид аламыз. Терісті теріс тоқимыз. Тағы да накид аламыз. Мына накидті уже узор бойынша. Алдыңғысы оң болып тұр. Значит, бұнымыз біздің теріс болады. Теріс болады. Енді оң. Осылай әр қатарда да ортаңғы петляның екі жағынан накид аламыз. Түсіндіңіздер ме? Тағы бір қатар тоқып көрсетейін. Түсінбесеңіздер. Қазір аяғына дейін шығып алайық. Тағы бір қатар көрсетіп жіберейін. Так, мынау алдыңғымыз, оң. Міне, уже накидқа келдік. Міне оң тоқыдық. Келесі узор бойынша, значит, біз теріс тоқуымыз керек. Ортаңғы бір петля. Обязательно оған екі жағына накид аламыз. Ортаңғына қалай қарап тұр, солай тоқимыз. Екі жағына накид аламыз. Мынау алдыңғы накидіміз, значит, ол узор бойынша міне оң, значит, мынау теріс. Теріс. Оң. Уже біздің следигіміз міне ашылып келе жатыр. Міне. Біз қазір міне бітіп келе жатырмыз. Мына жерде келе жатырмыз. Уже следигіміз бітіп үлкейіп келе жатыр. Енді тоқыған кезде көресіздер, сіздер қандай размерге тоқып жатсыздар. Аяқтарыңызға салып уже көресіздер ғой, қанша ұзындық керек. Соны тоқып аласыздар. Мынау аяқ қой, тұрған. Прям мына жерге дейін тоқымаңыздар, Мынау бүйтіп уже айналу керек қой. Мына жерде міне бүйтіп айналуы бар еще. Примерно мына жерге дейін тоқыңыздар. Аяқтың бас жағына жетпей, сәл жетпей, мына жерге дейін тоқыңыздар.
ары қарай уже бүйтіп айландырып алып кетеміз. А егерде сіздер мына басына дейін, тура басына дейін тоқып ары қарай айландырсаңыздар, уже размерлеріңіз үлкен болып кетеді. Иә, түсінікті деп ойлаймын. Міне мен өзімнің керекті ұзындығымды тоқып болдым. Ол менде 12 сантиметр дейді болды, міне 12 сантиметр. Енді сіздер өздеріңіз көресіздер, аяқтарыңызға өлшеп қаншалықты ұзын керек. Егер үлкен размер тоқысаңыздар, әлі де тоқисыздар, иә? Сонда мынау кішкене ұзарады. Енді ары қарай, енді қараңыздар, қазір былай тоқып, тура мына ортаңғы петляға дейін тоқып алыңыздар. Ортаңғы петляға келдім. Накид. Ортаңғы петляны оң қылып тоқып алайық. Накид. 1, 2, 3. Барлық петляны оң тоқимыз. 4. 5-ші петляны біріктіріп аламыз. 5-ші петляны, 2 петляны біріктіріп аламыз. 2 петляны біріктіріп аламыз. Енді керісінше жұмысымызды ауыстырамыз. Енді біріншісін тоқмай іліп алайық. Енді теріс тоқимыз. 2, 3, 4, 5. Мына ортадағы петлямызды да оң қылайық. Тағы да санаймыз, міне. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ші петляны келесі петлямен біріктіріп аламыз. 5. Келесі петлямен біріктіреміз. Енді осы 11 петляны ғана тоқып отырамыз. Оң жағында петлямыз оң тоқылады, теріс жағында петлямыз теріс тоқылады. Так, не қараңыздар. Біріншісін тоқмай іліп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Келесі петлямен не жерде көрініп тұр, е? Последний петляны, 11-ші петляны жандағы петлямен қосып іліп отырамыз. Айландырамыз. Енді уже теріс тоқимыз барлығын. Осылай петлямыз біткенше екі жақтан біріктіріп тоқимыз. Последняя петляна. Келесі петлямен бүйтіп екі петляны біріктіріп өреміз. Сонда бізде ортадағы 11 петля ғана тоқылып отырады. Екі жанынан мына петляларды қосып, мына петля біткенше аяғына дейін жерге. Ортада менде міне 11 петля ғана қалды. Шеткі петляларын бәрін қосып шыққанда 11 петля ғана қалды. Енді мына сияқты резинка алып тоқимыз. Біріншісін іліп алайық. Так, оң, теріс, оң, теріс, теріс. Міне
Последний бір петля ғана қалды. Оны келесі міне мына жақтағы тұрған петляларға іліп аламыз. Міне бір петля көрініп тұр ғой, сол петляға көтереміз де келесін оң қылып алайық. Оң қылып осылай енді мына шеткі петляларды қосып шығамыз, көтеріп шығамыз. Енді біріншісін іліп алайық. Келесі қалай қарап тұр, солай, теріс болса теріс, оң болса оң. Міне соңғы петляға келдік. Келесі міне көрініп тұр, шеткі кромочный дейміз ғой. Шеткі петляны міне бүйтіп аламыз да. Теріс жағында теріс тоқимыз. Екеуін біріктіріп, теріс жағында теріс тоқимыз. Енді уже сіздердікі көтеріледі, бүйтіп көтеріледі. Осы соңғы кромочныйға екі жағына дейін тоқимыз. Екі жақтан петля алып, кромочный көтеріп, мына жерге дейін келесіздер. Міне мен соңғы кромочныйына жеттім. Енді бұны біріктіріп жабайық. Екеуін біріктіріп осылай следигімізді жабамыз. Міне осылай аяқтаймыз да. Енді мына жібімізді кішкене шығарып, мына жерден қиып тастап, артық жіптерді спицамен ақырын ішіне қарай кіргіземіз. Сонда міне следигіміз дайын. Мына сияқты шетін айландырып, бір бізбен, крючок бізбен айландырып шықсаңыз да болады. Әйтпесе осылай қалтыра салсаңыз да әдемі болып тұрады.